Ұмытпай, іздеп жүріп көріскен. Ұрсатынымда, нақтайтынымда сол еді, көкірегі қаратты Жұбекеңнің көзі еді. Ауырып сырқап жүргенде жоқтайтыныңда бір еді. Жұмыс істесе күндіз-түні жатпайтын, азамат ет халық сенімін ақтайтын. Сенікіні менікіні білмейтін, үйіп-төгіп ортамызға тастайтын. Өтекең келгенде қайнала, кететін еді жарық болып. Сөз күлкіге оранып, қалатын едік қарық болып. Шоқты биіге де жарасымды, білмейтін адам аз құрдасымды. Беделдің биігіне көтерілген, ұмытпайтын жоқ жетікке қарасуды. Бала болып қуанатын болмашыға, өтесеңіш еді досына, жолдасына. Шала-шарпы киімін киіп алып, жүр дегенде шығатын жолғасыға. Өмірсізді еліне пана болып, көңілі далиған дала болып, ағатын салдыр-гүлдір бұлық тоқсап, достықты көтеріп ет жалау қылып. Өтеке сая болып өсіп тұр, өзің еткен керегің, гүлдеп тұр жемісің мен жидегің. Егіз қозы сияқты едік екеуміз, нұр жаудырсын балаларың, нық үстіне менің саған арнаған өлеңім дейді. Бақытжанға табыстаймыз Жүкеннің сөздерді бітірін. Сөз кезегін Өтешқали ағамыздың жастық кездері алғаш еңбекке араласу кезеңінің тұрғысында тілеп берген ағамыз алады. Микрофон жақындатайық тілекіне. Ауылдың балдар, атасың да шайытыңдан. Микрофонды жеткізейік. Лекен патрусайдың басқа болғанда соң шайын іштіңіздер ғой, Лекеннің. Барды. Analarımız benim, ağalarımızın еңбегі осыларға мәңгілік құрмет көрсетуге міндетті. Не айтамыз енді, өтекің жөнінде біз айта берсек, әңгіме көп. Біз жылдарды аяқта үйлендіріп, талай той жасағанбыз. Бір-екі той. Енді оны мына құрметті жастар бар, бізден кейінгі айтылмайтын әңгімелер бар, оның үстін қозғаймыз енді. Қызық жағдайлары тың өткіздік бастан. Жақсы өте қимайтын, өте тату құрдасымыздың бір ет. Енді аман жоқ болып, қатты ойналдық. Осынан түнгі сағат 2-ге таман ғаліміз мұндағы. Осы авария болып қалды. Мына өтекін дейтін ағамызға үлкен бір не болып деп, мен тіпті тек сұрай беріппін енді өз түріме деп. Енді қайдан айтсын енді, ол өтіп кетті дүниені адам айта алмай, көп кідіріс болды сол телефонда. Ол айта алмайды, мен түсінемін. Түнгі сағат 2-де. Өте қиын жағдай, енді ондай жағдай енді қағайсымызда шағырамызда болмасын. Сол Жұмекеңнің қарауында бухгалтер болып қызмет істейді екен. Сол кезден бастап аралас болып, жақындылық болып араласып тұрдық. Енді оның Жұмекеңнің жақсы жақтарын жаңа айтып жатыр, оған бізде бек қостаймыз. Енді жаңасы соңғы кездерді сол құда, бұрыннан да құда едік. Сол құдалығымызды жалғастырудың себепкері болды. Жаңағы айтып отыр ғой, 54 жылы бізбенен құда болып араласып кеттік. Бұл енді жақсы жақтарын айту көптік етпейді. Өзі баламыздай болып, өзімізді
ол кезде өздерінше әркайдан келгеннен кейін халқының тұрмыс жағдайы да онша болған жоқ. Сол біздерге де азын шоғын көмегі болып тұрған еді, оны ұмытпауға тиіспіз. Енді осы Құданың жылдық деген сияқты, осы да жақсы жағынан Иманғали, Орынғали, Рахметқали, құдаларымыз бен ыстықтаған күніміз өтіп жеттен төрден бастап беріңіздер ыстықтаған. соны енді жақсы қарым-қатынаста жүріп жатырмыз. Енді мынау енді жиендеріміздің жағында аздап торнақтық бар. Оны алғары ескеру керек. Бұл енді өзі үлкенді сыйлау дейтіннің өзі міндет. Бізде мұсылмандыққа көшіп жатырмыз. Сондықтан мына жиендеріміз Рахмат, жеңді рахмат. алға қарай кішкене байқап жүрген тәуір көреміз. Алдына енді Сол кезде көп алыпты. Биыл алып келгенде, жезе давай деп. Бірақ енді қазір енді өтекем өтіп кеткенмен балдарына қолында малылар айтырып шемілер деген сияқты бөлектен шілген көрінеді ме жиендеріне. Рахмат, мәселене рахмат. Ал Ораке айтшы беріңіз. Соңда сұрау түгілі өзі қуап қаштырдым бұл. Ораке бір қызықты бірнелерді айтшы беріңіз бізге. Қонақтар, мынау тағамды білетін азаматтар, азаматшылар, және мына құрдастары, жолдастары, ағайын тума, достар, қош келмесіңдер. Тағамның ұсылдық өмірмен өмірінің бір атап өту мезгілі бүгін бір бәріміз болып ағайын тума болып дастархан жайғанбыз. Осыған шақырылған азаматтар мен азаматшылар бәрімізде бір кісідей жұмыс істеп жатқандарыңызға біз рахмет айтамыз. Осы уақытымыз партиялық жаман уақыт ұстап отырамыз. Отырған күні ақпанда партиясы кеңсесінің орталығын көрген жастарма жаңағы болып кетті. Оңалып келу керек қой ғой, жиектен. Әшілемеге түседі. Ол 8 істеген әтпенен ұзақ бөлігін жетекемізбен 2-3 күйемен. Зеймен әсір, жаңа осына Тайпайдың Шәпши дейтін Әші дейтін атасы ол. Әкесінің атасы. Сол кісілер әшілер. Жақында ұстаңыз, микрофон жақында. Бұл кісіге көлік жетпейді, мен Пайымбарат тағына бұл кесі бар. Көлік жетпейді кісі көп. Көлік әшілер кісі. Соған ойдаған атқа неғандыр неге келіп тұрған құлыққа суға келіп тұрған астаудың басында атты тұсауымен еліңді бар болып күйеу бала бірінші қабырда ұқсау келді. Жақын жереді, арасымен жақынға жетпес дейді. Міне дұрыс кәдір. Соған енді ауылға жүзік қойды. Сөйтіп барғанда мына ұзақ келу дейтін баламыз ғой. Құрдаспыз. Жасымыз келіп бар, екеумізде 2 тай бар. Менің атында әшекең бар, әшекең түсіп кетейін. Бір сотаққа келгенде құдағайлар түсіп демалып, жаңағы солай болатын бұл, сосын тек соны дәлел қылдықтап, әшекең түскен бөлде екеуміз сатыратып шалып бар атайын. Жайы қойып қойды ғой. Мен жақын жыл келді ғой, алдынан шығып жатыр апайлар бар, басқа жөн білетін кісілер бар, қабылдап алып жатыр. Сонымен сөйтіп 54 жылы май айында ақпар түсті. Соны енді бір несі өтаған анда Торбақанға айтты, осы Қапакендердің есінде болар. Бүгін қонып ертеңін таңертең түстегі асты жеп жатқанда Торбақан кішкене қызыңқырап кетті енді. Жеңдер
тілем шулаған жамағадай қайтектеріңді талтысты кетшіп көрмеді. Менің арқамды айтады дейді. Менің арқамды жебасында қайтектеріңді талтысты кетшіп көрмеді. Енді бір несі, енді естеріп көп қой дегенмен, бірақ біз өкен зәкеңдер бірге жүргенде Новинскке дейтін жерде қызмет істейді. Соған Гамшықен дейтін яғында жақын жер бар, өмізінде арақ ішеді ғой. Соға Гамшықен барса бір орыс дүкенші әйелді келді. Соған біздің зәкең дейтін ағамыз бір орысша сөйлейді кісі. Давай, два утекеңе деген ғой. Екшіл бай ақтырағым. Сөйде саған орыс әйел екшіл бай ағақ бере ғой. Сосын біздің ағамыз өтеғын мақтанат дейді жаңағы мына астық ненің Гамшықенің орысына біледі мен атымды. Енді бір дүкен келгенде сол елде жаңа шығып жүрген бір кішкентайлау бір коньяк бір айтайын мырза. Сол ішінде тұрған сол келгесін күзегің бар. Ана коньякқа қызыға білем шамасы. Осыған менің атымды қойыңдаршы деп айтады күзек. Мына коньякқа менің атымды қойыңдаршы деп айтады. Осындай естеліктер бар ғой, айта берсек ғой. Қош келесіздер. Мынау бүгінгі сіздерге де қайырған дастархан ішіндегі тағамдардан жақсы етіп алып отырыңыздар. Өз үйлеріңізде еркін сезініп, әзілдесіп, ойнап күліп отырыңыздар тілейміз. Ойланыңдар жігіттер, баста дәурен тұрмайды, өтіп бір кеткен сұм жалған қайтадан мойнын бұрмайды. Адам қонақ өмірге бір күні қолын бұлғайды, тірліктің түбі белгісіз, ағындар судай сырмайды. Опасыз мынау дүние, тұтқа болған кімдерге өмірдің соңы өкініш санамен ойлап білгенге. Қадірі болмас адамның ортаңда тірі жүргендей, орыны қалар ойсырап бір күні көрге кіргендей. Қазылда түлкай секілді уақыт шіркін алдайды, байлықты қусаң базарлап түбіндей саған сол қайғы. Еңбекпен еккен бәйтеректерің тамса солмайды, қулықпен тапқан мал арам ізінде айда болмайды. Өзіңді біреу мақтасып, желігі болған тасымы, бетіңе айтар адалы дос жау деп оны жасымы. Бәрінде кейін көрерсің үст түскенде басыңы, күн үшін жүрген жылардың біріне қалмас қасыңдай. Мансапқа жетсең адал бол, қызмет ет халқыңа, әнін үйрен күйін ұқпас енді үй салтына. Қарашада қарай тұр, қарайлай жүр артыңа, жолдас болма жаманымен көзің жетпей нарқына. Narzi günümüzde yolda kalsın Narzi çakalı. Sonымен отау көтерген Өтешқали ағамыз бен Мақпал апайымыз 1954 жылдың аяғы жағына қарай
Шапаевтың орталығына қарай көшіп келіп, тап осы көшенің бойында бұрын Құсусан Шақуов деген кісі отырды. Қазір Рахымжан дейтін жігіт отырады, пәтер бар, сол пәтерге келіп қоныстанады. 2 жас. Өмірдің қызықтары жылжып өтіп жатады. Көршілер бар айналада. Сүндет Әмиров, Сапиолла Рахметов, Шәріп Байдолов, Қанаш Алпысбаев, тағы да басқа көршілер бар. Мәре-сәре жастар болып, қызықты өмір жалғасып жатады. 55-ші жыл келеді. Ортаға Бақытжан дейтін сарбала келеді. Оның кіндік шешесі ортамызда отырған Ақтөпе дейтін апай кіндігін кесіп жатады. Елехан мен Өтехан мын жақта бір сүріндікпен соны жуып жатады. Кішкентай жақта. Тағы да уақыт жылып жатады. Колхоз совхозға айналып 1957 жылы Шапаев совхозы құрылады. Өтекең нөмірі 1-ші фермаға, Қанаш басқаратын фермаға есепші болып тағайындалады. Енді осы кезеңдерден жақсы әңгіме айтуды біз бірнеше жыл көрші болған көршілердің атынан, Қанаш отбасының атынан Қарабақчанның мамасы Салиха апайға жолдаған отырмыз. Барлық осы жаңағы мектеп ортақтарына төгілдей бәрігі. Мен өзім алып қалып, көп әңгімені ұмытпадым енді. Дегенмен барын айтайын бірге енді. Біз өтеген ойын 1957 жылдың жердегі Қанаш қыстауы дейтін жерде көшіп отырдық. Біз келгенде өмірге Бақытжан менен Бақбегей бар екен. Содан Алакөк дейтін бір орыс бастық болды. Сол келіп сұрайды Өтекеңнен. Өтекі балаң нешеу дейді жарықтыққа. Ай, 2 бала бар, 3-ші баланың басы орып тұр. Айтқан Күрәш дейтін қыз балаға айтты, соны аяға алып өкеш. Содан бірге жүріп қайтып қойғанда жаңағы несін бір қайнатып, шайы болса мен айтардым, ай жарықтық. Әйел болсаң, үйі тоқыдырып, бір қайнатып шайды секіге қыстырамай, анаудан шай ішіп кетті адамсың ғой. Сен еркек болып бұлай жағын сақтап екен деймін әр жарықтыққа. Сонда үйіне бір кісі келсе, өзім тамақ жейді болса, Қанаш алып кетеді. Керекті жек көріп қалам ғой, алып кетесің деп. Сол баяғы бір шөмір аяғын бұзып шық, екі қотитін өтіп айтып келеді ғой. Сондай болып өсті Өтекең менен шырағым. Несін айтайын оның жаңағы айтқан, өмірге Өтекеңнен 12 бала келді. 12 баланың 5-еуі қайтты, 7-еуі қалды. Мақпалға айтқанда айттым, Өтекең бір кетіп еді, Рашид баланың бірдей ұясы бұзық болған, Құдай олаң еді кім қарасады деп жылады өзің жастады. Кішкентай көңіл болса батыр кешіреді. Бірақ Құдай қарасты, ағайсың менен көмектесті. Рахмет Қали бар, Орағали бар, барлығы. Балапандарды өсірді, ұясын бұзған жоқ. Оның ұяға қызын қияға қосты. Шырағым бір айтын, көңіліңі бір олатқанын кешіресіңдер оны. Сонымен сөйтіп 7-ші жылғы өмірден өтіп кетті. 7-ші жыл Мақпал өтті өмірден. Ол Мақпал қайтқандан Бақытжан әңгімеді. Содан келіп әйтеуір балдарды жинастырып, адам бол, кісі бол, оқып, сол қатарына қосып, адам болды ғой шырағым. Қабыл болсын мәстір отқан садақаларың. Болатын шаруашылықтың есепшілері. Есепшілер бас алмай сот соғып жатады. Аздап өмірлерге қарай бас жазатында әдеттер болған деседі. Олардың ортасында Мұхамбет Қали, Сапиолла, Төлеш, Шәмши, Зейнолла, Жәмкен, тағы да басқалары бар көрінеді. Арақ ішетін еркек көрінеді. Біреу работшыларының кабинеті, екіншісі кассирдің кабинеті көрінеді. Сонда мына қырлар бар көрінеді. Соған Өтекеңде кіріп шығатын кісінің біреуі көрінеді. Қайта-қайта. Содан кешке аздап картин алатын көрінеді. Сосын ертеңіне парткомға шақырылатын көрінеді. Сол кезде парткомға тұрған Иманғали дейтін ағамыз көрінеді. Жұбанып. Сосын аздап ұрысатын көрінеді есепшілерге. Көп жұрттарың бар. Түнде пәленшенің үйінде болыңдар, картинаның бірдеңе ішіндер дейтін ұрыстар болады. Бұл ұрыстың бір шеті әмексіз болғанмен Өтекеңге де тек кетеді арасында. Сосын бұлар жетті. Бұл парткомның құлағына қалай жетті?
келгенде парткомның қоласында қызмет жасап жүрген күйеу баласы екен, Бақтыгерей Зияденов дейді. Сосын Көтекең айтады, ал қосағасы қалай болған сіздің күйеу балаңыз Имекеңе барып зала істетіп, осының бірінен жағына шығар жай істейді, Көтекең давай дейді. Бір күні Бәкен контор қарай қатып, дәветке қарай. Ал күйеу балам, мен сіздің үйге барам, 5 жөмлек арақ алып қазір барам дейді. Сол деді. Шауып Бақтыгерей үйіне 5 жөмлек арақты алып қысып отырады, Көтекең кіріп келеді, әйдаш еді ғой екеуі. Ішкізеді, кішкенен кейін келеді, қызға келеді. Бәкеңді тартып жібереді ғой Көтекең. Тартып жібереді, тамақтың астына алады. Сен де айтып жүрген парткомға Өтешқали шеме деп мынарда қысатын көрінеді. Өтекең ішпейді деп Бәкең жақтан ақыл ататын көрінеді. Сондай қызықтарлар көрінеді енді. Міне осындай қызықтарды бірге ортаға салысқан есепшілер тобы атынан Зейнолла ағамыз бен Жәмкен ағаларымыз сөз алады. Мен Мұхаммедқай ағайладың, Игой ағайладың. Жүріп жүрген сыртынан көрдім, бір күйеуақта қасынан көрдім, көп бірге болмаған менен алып шоғын аралас болдық қой, енді мен көп айтарым жоқ. Жанатқайға айтылып айтқан осылардың өмір баяндары, жүріс-тұрыстары, ағайын тобы мені көрісі көлемге, жолдас шораға соның бәріне етіп отқан көмектері де өзінің қарауындағы жұмыс жасаған азаматтарына, малшыларына, еңбек жазуда істелмеген қораларды нөретші азаматтар бүгін аяғына жатыр. Сендерге көп рахмет. Мынадай тойша әстеп шешелеріңнің журнализмнің жылдығын еске алып туысқандарың білен құрмет етқандарыңа көп ризамын айналайын. Бақытты болыңдар. Сағатқа дейін бәрі айтып отырады, жақсылықта тіректің бәрін береді. Әкім болсасын, әкімді көрген өрмесіндегі халқын бәріне де ризамыз. Мен өзім осы сөзге де баршыладым, оның үстіне осы үйренді көрсетім шын қармай қалып. Себебі осы қазан қайында сосын айтатын өзімнен тоқтағаны. Ал енді мына мақпармен екеуміз жол ойнап бірге өсіп едік кішкентай күнімізде. Күндердің күнінде бізге жеңге бар. Қайтарында ішінде өзім айналайын-ай. Екеуміздің өмірімізді айтып тіліменен бір шығып, бір шайын қайнап тұрып шыққанға жақын таңертең жүзінің жөніне берді. Әйні жарықтық. Бұлай енді жаңағы бала айтқаны 7 мүшесіне 7 бала деп 7 бала қалай адам болады деп жылап қалып едік. Мінекей аға жеңге шешелерінің арқасымен адам болып тұр айтып жатыр ғой бәрі деп көргендер. Мен айтып жайлатын ішінен шалақ деді. Енді мынау қиыншылықтың қарсы алшаң бас жан-жағы әрбір аудандық партия комитетінен бөлінген өкілдер бар. Бізге бөлінген уақыт біздің әсімізге начальник милиция қабыл жиреден болды. Ағамыз келіп қақ шейіп отырады. Екеуміз кешке қарай барып бір қозы жеп келеміз. Артыдан бастан өлді оның жұмысы не бар? Менің жұмысым ажыратшылығы. Соңында жүргенімізде бұлар келді. Айбастан жүзімнен шарақ шығып отыр. Ал соған кеткен комиссиямыз. Сен соның бір мүшесісің. Соған жүресің деп тұр. Тіпті шылы езірді әпсе ғой енді. Күнмен екі көзейтіп, сол Өтекең бастап, әрбір ұйдастыра кеп тұрған нәрсе. Өтекең бастамайды, сонысын мен көзіне мынау жауап берсін бұл мына қалай екен деп сөйлеп, әйтең шабыл жылдам реттір қойды. Өтекең жақсы. Енді қалай ететінді білмей, бір мұхит техниктерді қасында соған тапсыратын болып, қоғамдар мен кеткім келіп жүр.
Şimdi kaydekileri ayttık. Bu yönde köpüğe epizodlar var. Rahmat Zakir. Mezgilleri almayın. Rahmat. Өзіңді өзің алдама, алдарқатпа, өмір барда ағайын, өлім де бар. Ақылғатан қашанда сабыр ұстам, азаматты қорқытпас тағдырыныстан. Қалай қарай жүрсең де есте болсын, қарсы алдыңнан шығады қабірстан. Амал қанша буасың белді бекем, бірте-бірте шырағың сөнді ме егер сөнсе ол қайтып тұтанбайды, қабірстан қараңғы соңғы мекен. 1970 жыл 27 июль Өтешқали ағаның кенеттен опат болуы. Сөз кезегін Қабиболла ағамызға. Күн батудың мерзімінде алғашқы хабар осы мынау ертегі мені соңғы қонысында отырған, соңғы үйінде тұрғанда хабар келді. Жаңа Лекен айтқан апырмай жаны бар ма екен дейтін әңгіме айттық. Жаны болмайды ғой енді опат болып қалғасын. Енді сол хабарды Жүгекен ағамызбенен Мәнәзира жеңгемізге адам ұйымдастырып естіру рәсімі маған келді. Оңай емес пе сол болды. Жүгекенде үлгеріп берген кісі сол кешті құрым сыртта отыр екен. Ақпарат біздіріп келесін қонақпыз үйге кіргізіп айттық қой жағдайды. Бірақ көпті көрген адам, қайратты адам, ер адам қайрат еді. Қайраттылығын білдірді. Азген бұзылған Мәнәзираға жағдай болып болғасын енді оның есіне жайсын дейтін әңгімесін айтты. Содан кейін қарай адам өзінің пендешілігіне көшеді ғой. Бұл жағдай жаңағы солай айтқан ол мезгілдегі бақыттардан бастап балалардың барлығы шикі қалды. Енді Жүгекенмен Өтекеннің өмір жолы дейді ғой. Жаңағы сол қорпа құмынан ауғанда 43 жылы біздің Жамбыл Советіндегі комсомол колхозында председатель болып келгеннен кейінгі мерзімі. Содан осы соңғы осы күнге дейін бұл кісілердің өмір жолдары мен арақанымда жақсы білемін. Өйткені Жүгекенге мен қосшы болдым. Ол кісі аға болды. Өтекен жаңағы айтқан кішкентай қарадымырақ бала мектепте оқытушы болды. Жамбыл комсомол колхозында бастауыш мектепте. Енді оқытушы жайы белгілі. Бірақ айтты ғой шекшепірін. Айтып балалар сабаққа барады, сабағын бастайды, ар жағында бір керімұланы болды. Жорғауына. Соңғы жағында тұсқа айтқасын әлді Өтекенін түсе алмайсың оның. Қан жолда ана кетпен мына кетіп тең, мына ел аққан білін кірейді өзі. Баратын жерлерін білін кірейді. Мен де қаландармын. Сол керімұлан менен кетеді, ертеңін келеді ғой, сол қай уақытта келсе де. Енді керімұлан күнде сақтауға қалып тұратын еді жарықтық. Күнде сақтауға қалып тұратын еді. Ол енді Өтекеннің кезінде адамгершілігі өзінің жігіттік мезгілін дұрыс пайдаланған деп есептеймін мен өзім деген қарамадым. Екіншіден Өтекеннің жаңағы ақындық бір кейбір нелері осынау үйге қонақ келсе, қонақпен бірге болса, бұның көңілі жайдарланып, шалбардың белбеуі болса, алдыңғы ілгегі алынып, көйлегі шалбарынан шығып, отырған орнынан 180 градусқа кезеп аударылып, айналып отыратын еді ғой.
әкелей болып өстіңдер, әкенің биігінде көрінсіңдер өмірден әр уақытта да дәмін болмасындар жақтарым. Мынау жасап жатқан құрметтерін Алладан айтсын, қабыл болсын. Ата-ана дейтұғын бұл ер адамның басындағы 5 бақыттың екеуі ғой. Әкең асқаққа, анаң аққан бұлақ. Сол 5 бақыттың екеуінен бірдей айырылғанның өзінде де сендерді жаңағы ағай, тума, ағайын, оның ішінде жаңағы айтқан ау, үлкен құдағай Мәдина дейтін кісіміздің қамқорлығыменен адам әсірін етті. Енді сендер сол ата-анадан, оның ішінде жаңағы үлкен әжеден алған құрметтеріңді, одан алған құрметтеріңді өздерің өмірлерінің жалғасы бала-шағаға бағыттарының есінде дейтін тілеп етемін. Таудың орнында өмір сүру жалғасып жатты. Арада 5 жыл өтті. 75-ші жыл май Мақпал апайдың тағы да қазасы. Сөз кезегін Лоқас ағамызбен Сақ Шапай алады, көршілер атынан. Лоқас ағамызға микрофонды жеткізіп жіберейік. Оларға арнап ас беру. Bizim ауылымыздағы осы мен білетін, менің құлағым естіген жерде ең бірінші осы дастархан болар деп жатыр. Әйелі адамның өзі дүниеден өткенменде оның рухы, оның қадір қасиеті, оның туған балдарынан, жайымызға соны білетін жолдастарынан өмірде де рухы кетпейді дегенді қарттардың айтуға. Өте сақталатын қағида деп еске сақтаймыз. Ал енді өтекең жөнінде, Мақпал жөнінде мен енді өте шыққаленменен құрығы бұлдас болып бірге ойнап бірге тепіскеніміздің уақытында да соңғы әзірде мынау Тұшығылық жерінде жаңағы мынау Жанкен айтқан соларда кеше осы қағазда хабарланғанның бер жағында бір Тұшығылық дейтін жерлерді аралағанымда Танап өтішқайлардың мені екеуміздің және де басқа бір жолдастардың сол жағасында отырған орнымыз, төбе басында отырған бір жерлеріміз еске түсіп, соның байқасында жолдастарыма аңыз етіп айтқанмын. Енді ас берудің әзімі бата оқыту болса, осының мына көпшілікпен қабыл алып отырған балдар кейінгі осы көпшіліктің қабыл болғайшы Ахмет. Әр уақытта да дендерінде саулық берсін. Өтешқай мен Мақпалдың кейінгі немере ұрпақтары гүлденіп өсересін. Рахмет. Бүгін тілек айтамын. Жатқан жері әкелеріне жарық болсын, топырағы торқа болсын, имандары жолдас болсын. Артына қалған сіздерге топырақ жасын берсін. Енді мұны қазақ дәстүрі мұны екінің бірі жасамайды. Мұнымен енді осының бір-екі дүркін естіп те бір-екі дүркін көріп жүрмін. Бұдан бұрын көп жасалған жоқ. Енді мынау ол сендердің қарақтар мынау әкеге деген, шешеге деген ілтипаттарыңды Алла тек ұзақ өмірде қылсын сендерді. Осындай кеңшілікпенен, осындай сан-салтанатқа ұзақ өмірге Алла тағала душар қылсын. Шаңырақтарың шайқалмасын қарағым. Әр уақытта да осындай қуанышпен кездесе беріңдер. Кешегі күнде Мақпал мен Өтешқалидың әуелі біздің қасымызға анау көйлешкеден пәтерге кіргені менің көз алдымда. Сол уақытта көрмеген, білмегендерін Мақпал шауып келіп, апам мынаны қалай етеміз, апа бүйтеміз бе деп жүрген Мақпал еді. Содан келіп, бер жағынан бір-екі жылдан кейін келіп, мына пәтерге кірді. Осы пәтерге кіргесін кездейсоқ келіп, мынау өтіп. Ол кезінде мысалы қарақшы болды, я барымташы болды, я жазушы болды деп бір өзі негізгі шынында өзі мынадай бір сөз бар, жаңақ дейтін ақын айтқан екен. Хан қақпа, халық қазына, батыр қорған, ежелден молда сүріп, еді сорған, шешен шеңбер болғанда төреші, ән сәнін биін көркін ақын жорған келер екен. Шынында жаңағы атамыз былайша айтқанда елдің қорғаны. Осы әрбір өзі
çıkımların sana yıl kadar kırmındaydı. Bugün de çamur karşılasında ya Tokat'ta ya Korsay'da orada kolunda sana kamçının basında sana korkasın başka kurak olmaydı onların muhtar şart balta alırını bakaylar yana kamçı. Ya korkak sokağında kelinin babası sonra koşup parasını bulup yılda aman durmanda aksaka yaşlılık bugünde tutup olur. Hayır, kadir yapmam mümkün. Bana kadir yapayım da. Son bir yeseğimi tavuk, жаңа қалмақтың суытып отырған бір қарағаз қатын жаңа көшіп барып жатқанда айдалып тұрғанда қайткенде де жаңағы суытып отырған жеріменен атамыз мініп қашып кеткен. Соны қолға түспей соны аман есен келген. Сол өзі шынында жаңа лечебник атамыз өзі біздің ауылға бөлме дейтін хаттың шиелі екен. Жаңағы Нұржан атамыз біздің хаттарды хат нағашында деп отырады. Сол жаңағы жерді біз көп уақытқа дейін көзімізде көрдік. Бір нағашына сыйлыққа берген екен. Менше дейтін хаттың жаңағы сол жүрген жаңағы бір көз екен деп. Ballar git. Yok, bundan beraber paylaşıyorduk var. Nereye bakar? Bölgesini çok koyuyorlar. Al gel. Apa, birinde 500 tenge. Bırak, ona teket yiyin koy dedim. Görünüyor.